Тағам өнімдері әртүрлі химиялық заттардың жиынтығы болып табылады. Олар ағзаның өсуі мен дамуы үшін маңызды. Тағам құрамында көмірсулар, нәруыздар және майлар болады. Бұл заттар ағзаға энергия және құрылыс материалы береді. Көмірсулардың негізгі өкілі крахмал болып табылады. Ол ағзаға тез энергия көзі ретінде қызмет етеді. Крахмалды анықтау үшін йод ерітіндісі қолданылады. Егер түсі көкке айналса, онда крахмал бар деген сөз. Нәруыздар ағзаның негізгі құрылыс материалы болып табылады. Олар бұлшықет пен жасушалардың қалыптасуына қатысады. Нәруызды анықтау үшін биурет реакциясы жүргізіледі. Ерітінді күлгін түске боялса, нәруыз бар екенін көрсетеді. Майлар энергияның ең көп қорын беретін заттар. Майды қағазға тамызғанда мөлдір дақ қалдырады. Тағам құрамындағы қоректік заттарды білу денсаулық үшін маңызды. Дұрыс тамақтану ағзаны күшті және сау етеді.